Саламатсыздарма, біз Құлдар Қазақ орта мектебінің 9-шы сынып оқушылары Құтасбаева Саяжан мен Сабажан Әсем. Біздің зерттеу тақырыбымыз эстетикалық және сауықтыру мақсатындағы инновациялық сабын түрлерін модельдеу. Ең алдымен біздер сабындар жасау үшін сабын негіздерін алдын ала ертіп алған болатынбыз. Мен аю қалпындағы сабынды жасайтын боламын. Ол үшін маған қызыл түсті түс керек болады. Және құлпынай ароматизатор қосамын. Мен машон гүл формасындағы сабынды істеймін деп шештім. Ал мен оған жасыл бояғыш пен ваниль дәмдегі ароматизаторды қосатын боламын. Біздің күнделікті өмірде қолданатын сабындарымыздың сапасы оның физикалық қасиеттеріне, яғни иісі, түсі, қаттылығы, суда еру жылдамдылығы мен көпіршік түзу секілді факторлары сабынның қолданыстағы қолайлылығының басты көрсеткіштері. Сол себептен де біз сабындар қолданысты, ыңғайлы болып теріге жағымды әсер беріп, құрғақшылығын кетіру үшін өзіміз сабын жасаймыз деп шештік. Ең алдымен мен аю формасындағы сабынды жасамас бұрын мен оның ішіне спрейге құйылған спиртті сеуіп алатын боламын. Осы дайын болған сабынды мен аю формасына құямын. Сабындарымыздың негіздеріміз қалыптарымызды құйып болғаннан кейін олардың беттеріне көпіршік пайда болмау үшін тағы да спрейге құйылған спиртімізді себетін боламыз. Ал енді осы жасаған сабындарымызды бөлме температурасында 1 сағат немесе 45 минут қатуына қалдырамыз. Келесі біз шоколад формасындағы сабынды жасаймыз. Оған да біз дәл солай микротолқынды пешке мөлдір негізімізді ертіп аламыз. Ол ерігенше біз оған керек түстерді дайындап, түс және ароматизаторды дайындап қоямыз. Біздің таңдаған түсіміз қоңыр, шоколад. Қазіргі таңда сабындардың құрамында түрлі химиялық қоспалар болғандықтан олар теріге зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан табиғи майлар қосылған сабындар теріге жақсы әсер беретін болғандықтан сұранысқа ие. Табиғи сабындар теріге пайдалы, себебі оларда зиянды химиялық заттар болмайды. Мұндай сабындар теріні қорғатпайды, керісінше оны жұмсартып қоректендіреді. Табиғи сабындар қоршаған ортаға да зиян келтірмейді. Олар оны қалтырайды және табиғатты ластамайды. Бұл қазіргі заманда өте маңызды. Өндірістік сабындар арзан болуы мүмкін, бірақ құрамында химиялық заттар бар. Ал табиғи сабындар қауіпсіз және сапалы. Менің ойымша, адамдар табиғи өнімдерді көбірек қолдануы керек. Себебі ол денсаулыққа пайдалы және қауіпсіз. Ерігенше негізімізге таңдалған түспен ароматизаторды қосатын боламыз. Дәл жаңағыдай біз сабынымызды қалыпқа құймай жатып, біз оған спиртке құйылған спиртті себеміз. Бұл бізге сабындар қалыпқа жабысып қалмауына көмектеседі. Дайын болған сабынды біз формасына құятын боламыз.
барлық сабындарымызды бөлме температурасында 45 бір сағатта қатқанын күтетін болады. Қорытындылай келе, табиғи майлардан жасалған сабындар адам денсаулығына өте пайдалы және қауіпсіз екенін көруге болады. Олар теріні құрғатпай, керісінше оны жұмсартып ылғалдандырады. Сонымен қатар, мұндай сабындар қоршаған ортаға да зиян келтірмейді. Сондықтан қазіргі кезде табиғи өнімдерді, соның ішінде табиғи сабындарды қолдану өте маңызды деп ойлаймын. Біз сабындарымызды бөлме температурасында қатырып алып, оларды қалыптардан алып шықтық. Нәтижесінде біз осындай сабындарды жасап шығардық.